Сәлем достар, сіздермен мен Назира. Біз ұлымыз екеуміз бүгінгі жарты күндік видеомызды түсірдік. Біздің таңымыз осылай таңғы 7-де жуынып шайынудан басталады. Келесі біз кухняға кіріп таңғы ас дайындаймыз. Бізде бүгін таңғы асқа каша. Менің ұлым кашаны жақсы көргендіктен мен көбіне каша дайындаймын таңғы асқа. Біздің үйде адам көп болғандықтан осылай 3 бочка сүт кетеді. Бізге қонаққа Қостанайдан қайнанам келген болатын. Ол түсте 4-те жолға шығатын болғандықтан тез-тезден етімізді салып, обедке дайындап жібердік. Етімізді жақсылап жуып, 2 сағат плитада қайнатып пісіріп алдым. Ол пісіп жатқан уақытта картошкамды аршып, пиязымды турап, тұздыққа бешбармақтың тестасын дайындап, оқтаулап барлығын дайындап қойдым. Мен келін болмай тұрып, өзімде барлық шаруаны істеп жүрсем де, өзім бастан аяқ осылай ет асып, істеп көрмеппін ешқашан. Етті салып, өзім түсіріп, бір жағынан әлімде келмейтін. Келін болып піскенде маған ылғи қасымда күйеуім жүріп көмектесетін. Етті жуып, өзі түсіріп, сүйектерді маған алу қиын болатын. Одан кейін күйеуім жұмысқа шыққаннан кейін барлығын өзім істеуім керек болды. Етті түсіру маған өте қиын болатын. Қазір үйреніп кеттім десе де болады. Бешбармағым өте дәмді болып, қонағымыз риза болып, жолына шығып кетті. Тамақтан кейін мен сол ыдыс-аяқтарды жуып, баланың ойыншықтарын реттеп, кірлерімді түктеп, түстікке ұйқыға ұлымыз екеуміз жаттық. Алда ендігі осындай өзімнің видеолармен, рецепттермен бөлісіп, YouTube каналыма салып отырғым келеді. Сондықтан маған тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет барлықтарыңызға.